Рамазан, сен тағы да өте шықтың. Сен бізге өмірдің өткінші екенін тағы бір ескерттің. Сен ықыласты құлдың мол сауапқа кенеліп, құнтсыздардың құр қалатынын тағы да бір рет дәлелдедің. Ей, айлардың ең ардақтысы Рамазан, сен менің жүрегіме тыныштық пен береке ұялаттың. Сен кеткесін мен тағы да ақиқатты жек көретін ібліс пен нәпсіммен жеке қалудан қорқамын. Сен менің жаныма жеңілдік пен нұр сыйладың. Өзімді белгілі бір деңгейде шыңға шыққандай сезінудемін. Раббым, осы биіктен төмендемей, одан биіктей түсуді нәсіп етсін. Бүгін мешітте ауыз ашқандар ішсін деп, бума-бума су әкелген жігітті көрдім де, бармағымды шайнадым. Дәл осы іс неге менің ойыма келмеген деп, жүрегім удай ашыды. Қолымнан келмейтін үлкен істерді армандап жүріп, қолымнан келетін жақсылықтарға мән бермеппін ғой деп өкіндім. Әлгі жігіт бұл жақсылығын Рамазан басталғалы бері араға күн салмай қайталап келіпті. Келесі Рамазанға жеткізсе мен де осындай бір елеусіз ғана игілікті істеймін деп бекіндім. Қош бол, қасиетті ай. Жүректерді нұрландырған Рамазан. Біз сенімен қимай қоштасамыз. Біз сені асыға күтетін боламыз, Алланың қасиетті айы Рамазан.